Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, ерекше болып шығатын рулеттің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңын тамашалайық. Ең алдымен бізге творогтың үстіне қантымызды, крахмалымызды және бір дана жұмыртқамызды жарып, осы массаларымыздың барлығын біз блендерлеуіміз қажет. Блендерлегенде ішіндегі творогымыз, түйіршіктердің бәрі кетіп, массамыз пастообразный болу қажет. Жақсылап тұрып блендерлейміз. Енді осыдан кейін блендерлеп болғаннан кейін бөлек ыдысқа 3 дана жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлеуіміз қажет. Миксерлегенде массамыз 2 есе ұлғаю керек және де ағарғанға дейін миксерлеуіміз қажет. Міне дәл осындай болу керек. Енді осы кезде құрақ заттарымызды дайындаймыз. Оның үстіне какаоны, разрыхлительді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Яғни он мен какао бірігу керек. Бұл жерде какаоның түйіршіктері болғандықтан біз ситодан өткізіп аламыз. Какаоның түйіршіктерін қасықтың көмегімен осылай ситодан өткізіп жібереміз. Енді осы массамызды миксердің көмегімен емес, лопатканың көмегімен араластырған жөн. Өйткені миксермен араластырған кезде бірден массамыз түсіп кетеді. Сондықтан лопатканың көмегімен дәл осылай жоғарыдан төмен қарай араластырған жөн. Енді біз противимізді алып, яғни формамызды алып, оған пергамент қағазын не болмаса менікі сияқты телефонный көлікті салып, үстіне творожный массамызды саламыз бірінші кезекте. Және осы творожный массамызды қасықтың көмегімен біркелкетіп жайып шығамыз. Барынша біркелкету тұрсыңыздар, өйткені рулетіміз творожный массамыз біркелкі әдемі болса, әдемі болып шығады. Қасықтың көмегімен жан-жаққа жайып, біркелкетіп жаямыз. Міне менікі дайын. Енді осының үстіне шоколадты қамырымызды құямыз. Бұл қамырымызды біз лопатканың көмегімен біркелкетіп дәл осылай жайып шығамыз. Және қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аласыздар. Дайын болған рулетімізді екінші осылай пергамент қағазының астына қойып, бірден ораймыз ыстық күйінде. Және біраз уақытқа суығанға дейін қойып қоямыз. Міне осымен рулетіміз дайын. Рулетіңізді кез келген нәрсемен әрлесеңіздер болады. Мен осылай сахарный пудраны сеуіп шықтым. Суығаннан кейін турай бересіздер. Өте дәмді, ерекше рулет. Яғни бұл бізде шоколадный творожный рулет болып шығады. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркелуін ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.